Адал промоушн компаниясының ұйымдастыруымен кәсіпқой бокстан үлкен дода өтеді. Мұндай айтулы жарыс осымен 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бұған дейін жекпе-жектер жабық залда өтсе, енді 11 маусым күні Риксис демалыс кешенінде ашық алаңда боксшылар шаршы алаңға шығады. 11 маусым күні өтетін бокс кешінің басты кездесуі 72,5 келі орта салмақта WBO International нұсқасы бойынша әлем чемпионы Мейірім Нұрсұлтанов пен аргентиналық Себастьян Орасио Папесчи сарапқа салады. Мейірім WBO International нұсқасы бойынша әлем чемпионы. Әлемдік рейтингте үздік 10-қа кіреді. Ол кәсіпқой бокста 16 кездесудің барлығында жеңіске жетіп, 9-ын уақытынан бұрын аяқтаған. Бұл белбеуді Мейірім ініміз өткенгі бокс кеші біздегі айтып өткен ақпан айындағы бокс кешінде жеңіп алған болатын. Ол кезде өте мықты боксшым кездесті. Андрей Сироткин дейтін ресейлік үздіктер қатарында тұр. Ресей нөмір 1-ші боксшысы орта салмақтағы. Соны уақытынан бұрын ерте жеңіп, белбеу иегері атанып, өзі осы жеңісі арқылы әлемдегі үздік 15 қатарына. Қазіргі таңда Мейірім әлемде 12-ші орында тұр, өз салмағы бойынша. Екінші жартылай салмақта 10 раундтық кездесу, яғни 58-де 9 келі Бекман Сойлыбаев пен мексикалық Томас Рохас арасында өтеді. Рохас бұған дейін 70 рет рингке шыққан тәжірибелі боксшы. Ал Бекман екінші жартылай жеңіл салмақта топ 35-ке кіреді. 79-да 3 жартылай ауыр салмақта 8 раундтық жекпе-жекте Бекзат Нұрдәулетов пен тағы бір аргентиналық Дурвал Элиас Паласио күш сынасады. Бекзат WBO нұсқасы бойынша жастар арасында әлем чемпионы. Бекзат бауырымыз көбіне соқылатып, әлем чемпионы болған кезде, енді бәріміз шыны керек бір қуанып, бір мәз болып қалдық. Бұл олимпиада алынмағасын, енді осы қазір кәсіпқой бокста, құдай қаласа, әлем чемпионы болып, өзінің салмағында бүкіл қазақты танытырады деген сондай ойымыз бар, сондай мақсатпен келе жатыр. Сондықтан ең бастысы тек інілеріміз денсаулығы мықты болса, жақсы деңгейде жүрсе, жақсы жаттығуда, жақсы дайындалса, құдай қаласа, осы бапкермен бірге жақсы жетістікке жетеді деген сенімдемін. Осы 3 кездесудің андеркарды бойынша тағы 4 кездесу жоспарланып отыр. 6 раундтық 53,5 жеңіл салмақта Самат Жетібаев өзбек боксшысы Бақыт Абдурахимовпен қолғап түйістіреді. 57-де 1 келі салмақта ақтаулық Жолдас Жеңісов Ақтөбелік Төрехан Кеңесовпен жұдырықтасса, 58-де 9 келіде Берік Жетібаев тағы бір Алатахиялы елдің боксшысы Бургут Ходжибоевпен айқасады. Бұл Жетібаевтың кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегі. Сондай-ақ Форчевченколық Нұрбек Орыспай Ақтөбелік Айдос Тастаевпен рингте көтеріледі. Барлық кездесулер Риксис демалыс кешенінде сағат 21:00-де басталады. Жасұлан Мұхан, Ануар Садат Өтесіпбаев, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.